Сәлем достар. Арнамызға қош келдіңіздер. Алдағы бірнеше минутта бізбен бірге болыңыздар. Достар, бүгінгі тақырып Windows интерфейсінің тілі. Нақтырақ айтсақ, қандай тілдер мүмкін және оны қалай ауыстыру. Жақында бір досымыз осындай сұрақпен пікір қалдырыпты. Сол дос үшін арнайы осы бейнені жазып отырмыз. Ал бастасақ, ең алғашқы қадам ол, яғни менің компьютеріме кіреміз, ашамыз. Ашқан жерде басқару тақтасын басамыз. Бастық, сағат тілі аймақ менюіне кіреміз. Осы жерде тілді басамыз. Мінекей менің кернет тақтамның ішінде 3 тіл бар, яғни өзіме ыңғайлы. Осы жерден ары қарай қосымша параметрлерді басамыз. Мінекей менің дисплей тілім, яғни интерфейс тілім қазақ тілі. Осы жерде мінекей орыс тілін аламыз. Тағы қажетті керек нәрселеріңізді өзгертесіздер. Содан кейін сақтауды басасыздар. Болды. Еш қиындығы жоқ. Осы сақтауды басқаннан кейін алып компьютерді бір жүктеп жіберсеңіздер болғаны. Қайтадан алғашқы қай тілді пайдаланып едіңіз, сол тіл қайтадан іске қосылады. Дұрыс естіген боларсыздар. Қайта жүктеуді, яғни қайтадан іске қосуды басасыздар. Содан кейін алдыңғы тіліңіз қайтып сізге оралады. Бірақ бір айта кетерлік жағдай, қатты уайымдамаңыздар. Қазақ тілін бір ұқпай қалам, түсінбей қалам деп. Бұл жерде меніңше еш қиындық жоқ. 1-2 күн тырысып көріңіздер. Үйреніп кетесіздер, достар. Мінекей осындай бір қысқаша видео сіздерге көмектесті деп ойлаймын. Алдағы уақытта жәрдемдеседі деп есептейміз. Келесі бейне сабақтарда жүздескенше аман сау болыңыздар.